Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi. Sadriddin titulda ayqasqa жетүү үшін не істеу керегі айтылды. Қазақстандық спорт комментаторы Данияр Каримжан бірінші орта салмақта өнер көрсететін отандасымыз Sadriddin Ахмедовтың әлем чемпионы атану мүмкіндігі туралы пікір білдірді деп хабарлайды. Ахмедовты жиі және Головкин деп атайды, себебі ол да Геннадий Головкиннің бұрынғы бапкері Абел Санчеспен жаттығады және промоутері Том Лефлермен жұмыс істейді. Sadriddin дұрыс бағытта. Егер Геннадий Головкиннің чемпиондық жолын еске түсірсек, ол да бірден танымалы қарсыластармен емес, орта деңгейлік боксшылармен жұдырықтасып, біртіндеп жоғары көтерілді. Менің ойымша Ахмедовтың командасында нақты жоспар бар, және олар келесі 1-2 жыл ішінде оны чемпиондық белбеуге жеткізе алады. Ол үшін Sadriddinге медиалық белсенділіктің артыру қажет, әсіресе ақшта. Подкасттар, қатысу, ақпарат кеңестері жиі көріну, өзінің жаны-жағытты көрсету. Бұл бағытта ол дұрыс жұмыс жасап отыр. Ағылшын тілін меңгеріп, қазірде өзінің еркін сөйлей алады, дейді Sport News. Ахмедов кейінгі айқасын 19 сәуір ақштың мексикалық Элиас Эспадеспен өткізді. Кездесу барлық 10 раунд созылып, күтпеген жерден тең аяқталды. Головкин атын тарихқа жазған. Еске салайық, Геннадий Головкиннің кәсіпқой боксы 42 жеңіске жетіп, оның 37-сінде нокаутпен аяқтаған. Сонымен бірге Головкин 2 рет жеңілген және 1 рет тең түскен айқас. Геннадий Головкин орта салмақта WBS, WBI, IBF және IBO нұсқалары бойынша әлем чемпионы атанған болатын. Сонымен қатар Головкин орта салмақ тарихында нокауттар бойынша ең жоғары пайызға жетіп, Гиннес рекордтар кітабына енген. Ол чемпиондық қорғау саны бойынша да Брент Хопкинстің рекордын жаңартқан. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.